Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, менің есімім Мүсіркеп Бейімбет. Алдағы уақытта мен сіздерге бухгалтерлік және 1С курстарын үйрететін боламын. Сабағымызды бастамас бұрын осы видеоуроктың астында Word документ бар. Соны өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Оның ішінде бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз бар. Жалпы сабақты бастамас бұрын мына қағиданы еске сақтап алыңыздар. Кез келген кәсіпорын, организация табыс табу үшін ғана құрылады. Табыс таппайтын болса, ешқандай кәсіпорын құрылмайды. Бүгінгі тақырыбымыз бухгалтерлік есеп және соған байланысты бастапқы түсініктер. Жалпы бухгалтерлік есеп дегеніміз не, ол бізге не үшін керек? Жалпы кез келген адам, кез келген мемлекетте кәсіп ашып, жұмыс жасап, табыс тауып жатқаннан кейін, сол мемлекеттің заңнамасына сәйкес уақытылы салықтарын төлеп тұруға міндетті. Яғни, мысалға сіз Қазақстан Республикасында кәсіп ашып, жұмыс жасап, табыс тауып жатқаннан кейін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уақытылы салықтарды төлеп тұруға міндеттісіз. Салықтардың түрлері көп, әлеуметтік салық дейді, қосылған құн салығы, корпоративті табыс салығы дейді, тағы да басқа мүлік салығы дейді, тағы басқа сол сияқты салықтар көп. Ай сайын төленетін салықтар бар, квартал сайын, жарты жыл сайын. Квартал дегеніміз не? Бір жылда 4 квартал бар. Солай ғой, бірінші квартал қаңтар, ақпан, наурыз, екінші квартал сәуір, мамыр, маусым, үшінші квартал шілде, тамыз, қыркүйек, төртінші квартал қазан, қараша, желтоқсан. Яғни, сіз сол өзіңіздің кәсіпорныңыздың уақытылы салықтарын төлеп отыру үшін, одан кейін өзіңіздің қарыздарыңызды төлеп отыру үшін, немесе товар болсын, материал болсын, негіз құрал болсын сатып алу үшін, немесе жұмысшылардың жалақысын төлеп отыру үшін, соның барлығын есебін жүргізіп отыру үшін бухгалтерлік есеп қажет екен. Мына жерде Қазақстан Республикасының территориясына тіркеліп, жұмыс істеп жатқан барлық заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер түрлері берілген. Оның ең алғашқысы ГУ дейді. ГУ деген государственное учреждение, яғни мемлекеттік кәсіпорындар. Бұл кәсіпорындар тек қана мемлекеттің ғана жұмысын жасайды. Сондықтан бұлардың барлығын, бұндай кәсіпорындарды тек мемлекет қана қаржыландырып отырады. Екіншісі КККП. Государственное коммунальное казенное предприятие дейді, мемлекеттік коммуналды қазыналық кәсіпорын. Бұндай кәсіпорындар жартылай мемлекеттің жұмысын жасайды, жартылай өздері жеке жұмыс жасап, табыс тауып отырады. Келесі АО дейді. АО, яғни акционерное общество, акционерлік қоғам. Бұл жерде акционерлер арнайы акцияларды сатып алады. Және де бұл жердегі бұл кәсіпорындардың құрылтайшылары акционерлер болады. Және бұл кәсіпорындарды акционерлер қаржыландырып отырады. Қандай акционерлік қоғам түрлері бар қасында? Мысалға, аэропорттар, әуежайлар акционерлік қоғамға жатады. Немесе банктер, олар да акционерлік қоғамға жатады. Одан кейін ПО дейді. Товарищество с ограниченной ответственностью дейді. Жауапкершілік шектеулі серіктестік дейді. Бұндай кәсіпорындарда құрылтайшы деген мағына бар. Яғни учредитель деген нәрсе бар. Құрылтайшы деген кім? Сол кәсіпорынды құрған бір адам болу мүмкін, немесе бірнеше адам болу мүмкін. Яғни ол кәсіпорынды бір адам құру мүмкін, немесе бірнеше адам бірігіп құру мүмкін, немесе ол кәсіпорындардың құрылтайшы басқа бір кәсіпорын болуы мүмкін. Яғни бір кәсіпорынды басқа бір кәсіпорын құрған болуы мүмкін. Яғни бұл жердегі бұл кәсіпорындарды сол құрылтайшылар қаржыландырып отырады екен. Келесі ИП дейді. ИП деген индивидуальное предпринимательство дейді. Жеке кәсіпкерлік, яғни бұл көбісіңіз білетіндей, жеке кәсіпкерлер, жеке өздері жұмыс жасап, табыс тауып жатады. Жалпы бухгалтерияда активтер мен пассивтер деген ұғым бар, яғни актив пен пассив деген нәрсе бар. Оны білмеген адам ешқашан бухгалтер бола алмайды. Түсінікті ғой. Бірінші активке тоқталайық. Актив дегеніміз не? Актив дегеніміз не? Бірінші мысалға адамдардың активтерін келтірейік. Адамдардың активі не? Адамның активі тамақ, су, киім-кешек, немесе пәтер, үй, немесе автокөлік, жиһаздар. Яғни адамның
өмір сүруіне, жұмыс жасап ары қарай табыс табуына қажетті нәрселердің барлығы олар адамның активтері деп аталады. Ал енді біз кәсіпорынның активтеріне тоқталайық. Кәсіпорынның активтерінің ең бірінші ол ақша қаражаты. Ақша қаражаты, яғни ақша. Ақша қаражатынсыз ешқандай кәсіпорын өзінің жұмысын жүргізе алмайды. Себебі сіз ақшаға товар сатып аласыз, материал сатып аласыз. Материалды емес, актив сатып алуыңыз мүмкін, немесе жұмысшылардың жалақысын төлеуіңіз керек, салықтарды төлеуіңіз керек, қарыздарыңызды төлеу керек деген сияқты. Яғни ақша қаражатынсыз ешқандай кәсіпорын өзінің жұмысын жасай алмайды екен. Екіншісі, одан кейін тауар, материал, дайын өнім. Дайын өнім. Жалпы әр зат өзінің пайдалану мақсатына қарай әртүрлі аталады. Мысалға мен бір затты сату үшін сатып алатын болсам, ол зат уже товар болып есептеледі. Мысалға мен бір қап ұнды 5000 теңгеге сатып алып, оны 6000 теңгеге сататын болсам, ол бір қап ұн уже товар болып есептеледі. Ал егер ол бір қап ұнды мен сату үшін емес, оны өзіме сатып алып, одан әртүрлі нәрселер өндіріп, пісіріп шығаратын болсам, яғни жаңағындай нан болсын, печенье болсын, басқа да нәрселер өндіріп, пісіріп шығаратын болсам, ол бір қап ұн уже материал болып есептелінеді. Ал сол бір қап ұннан пісіріліп шыққан нәрселердің барлығы олар дайын өнім деп аталады екен. Түсінікті ғой. Әр зат өзінің пайдалану мақсатына қарай әртүрлі аталады. Одан кейін негізгі құрал. Негізгі құралдар да кәсіпорынның жұмыс жасауына қажетті нәрселер. Бірақ ол тауар сияқты оны сатпаймыз. Мысалға, мен бір компьютерді сату үшін сатып алатын болсам, ол компьютер уже товар болып есептелінеді. Ал егер ол компьютерді мен сатып алып, өзімнің кәсіпорныма жұмыс жасау үшін апарып қоятын болсам, ол компьютер уже негізгі құрал болып есептелінеді. Түсінікті ғой. Яғни негізгі құралды сату үшін сатып алмаймыз, яғни товар емес. Және де товардан айырмашылығы негізгі құралдар көп уақыт пайдаланылады, ұзақ уақыт пайдаланылады. Яғни жұмыс жасауға жарамсыз болып қалғанша пайдаланылады. Негізгі құралдарға нелер жатады? Мысалы, компьютерлер жатады, ғимараттар, здание, сооружение, автотранспорт, автокөліктер, мебельдер жатады, немесе жаңағындай өндірісте, заводта тұрған неше түрлі аппараттар бар, соларда негізгі құралға жатады екен. Яғни олар ұзақ уақыт пайдаланады, жарамсыз болып қалғанша пайдаланады екен, негізгі құралдар. Келесі, материалды емес актив. Материалды емес актив. Материалды емес актив дегеніміз не? Яғни оның материалдық құндылығы жоқ, оны қолмен ұстап ала алмаймыз. Нелер жатады екен оларға? Оларға түрлі бағдарламалар жатады. Компьютерлерге, телефондарға арналған, яғни программное обеспечение, немесе лицензия, патенттерде материалды емес активтерге жатады. Лицензия деген ол жай ғана бір рұқсат қағаз, рұқсат алатын нәрсе. Мысалға, бір жерден барып тас өндірілетін болса, тас қазып өндірілетін болса, біз ол жерден барып тасты қазып өндіріп жұмыс жасай алмаймыз ары қарай. Бірінші біз мемлекеттен рұқсат сұрауымыз керек, лицензия. 5 жылға алуымыз мүмкін, 7 жылға немесе 10 жылға алуымыз мүмкін. Яғни лицензия дегеніміз ол жай ғана рұқсат қағаз екен. Яғни материалды емес активтерге программалар жатады, ноу-хау, жаңағыдай лицензия, патент және тағы басқа мәселелер жатады екен. Одан кейін дебиторлық қарыз. Дебиторлық қарыз. Дебиторская задолженность дейді. Дебиторлық қарыз дегеніміз не? Дебиторлық қарыз дегеніміз басқалардың біздің кәсіпорынға қарызы. Өзіміздің кәсіпорынымыздың жұмысшыларының біздің кәсіпорынға қарызы болуы мүмкін, немесе басқа организациялардың біздің организацияға қарызымыз болуы мүмкін. Мысалға, кәсіпорындар бұлай, базар сияқты емес. Мысалға, базарда сіздер бір товар сатып аласыздар да, сол жерде сразу есептесесіздер. Кәсіпорындарда ондай емес. Бірінші товар сатып аласыз, қарыз боласыз, одан кейін барып қарызды төлейсіз. Немесе алдын ала аванс ретінде товардың ақшасын төлеуіңіз мүмкін.
Яғни мысалға дебиторлық қарыз дегеніміз басқалардың біздің кәсіпорынға қарызы, басқа организациялардың немесе өзіміздің ішіміздегі организацияның ішіндегі жұмысшылардың біздің организацияға қарызы болуы мүмкін. Мысалға бір организация бізден тауар сатып алатын болса, уже ол тауар сатып алғаннан кейін бізге қарыз болып қалады. Бірінші тауар сатып алады, қарыз болады, сосын барып қарызын аударады. Яғни дебиторлық қарыз дегеніміз басқалардың бізге қарызы, басқа организациялардың немесе өзіміздің кәсіпорнымыз жұмысшылардың біздің организацияға қарызы. Келесі шығын. Шығын да біздің кәсіпорнымыздың, яғни кәсіпорынның жұмыс істеуіне қажетті нәрсе. Шығын деген не? Мысалға біз бір ай электроэнергия қызметін пайдалануымыз мүмкін. Бір айдан кейін бізге шот келеді, мынанша сумма төлеулеріңіз керек деп. Біз ол сумманы қайда жібереміз? Ақша қаражатын жібере алмаймыз, тауар, материал, дайын өнімге жібере алмаймыз, негіз құрал болмайды, ол материал емес актив болмайды, дебиторлық қарыз болмайды. Ол сумма шығынға жатады, яғни. Түсінікті ғой. Яғни бізге көрсетілген услугалардың барлығы, бізге көрсетілген қызметтердің барлығы, соған кеткен суммалар, қызметтерге көрсеткен суммалар, олар шығын болып есептеледі. Жаңағыдай электроэнергия кеткен сумма, немесе услуги телефонной связи дейді, байланыс қызметіне кеткен сумма болуы мүмкін. Немесе басқа да бір қызметтер көрсетуі мүмкін, жеткізіп беру, мысалға доставка, соларға кеткен сумманың барлығы шығын болып есептеледі екен. Яғни мына нәрселердің барлығы активтерге жатады. Яғни активтер дегеніміз ережесі бойынша кәсіпорынның тауарлы материалды құндылықтары немесе мүлкі деп аталады. Ал жалпақ тілмен айтқан кезде активтер дегеніміз кәсіпорынның жұмыс жасап табыс табуына қажетті нәрселердің барлығы активтерге жатады. Осыны жақсылап еске сақтап алайық. Активтерге ақша қаражаты жатады, тауар, материал, дайын өнім. Мына үшеуі үш бөлек нәрсе. Тауар бөлек, материал бөлек, дайын өнім бөлек. Одан кейін негіз құрал жатады екен активке, материалды емес актив жатады, дебиторлық қарыз және де шығын жатады. Яғни мыналардың барлығы кәсіпорын активтері немесе тауарлы материалдық құндылықтары мүлкі деп аталады. Немесе жалпақ тілмен айтқанда кәсіпорынның жұмыс жасап табыс табуына қажет нәрселердің барлығы осы активтер деп аталады екен. Активтер ішінара екіге бөлінеді. Айналым активтері, оборотный активы деп айтады, қысқаша. Оборотный активы немесе краткосрочный активы деп айтады. Айналым активтері дегеніміз не? Айналым активтері дегеніміз кәсіпорынның шаруашылық айналымына үнемі қатысатын активтер. Яғни бір белгілі бір мерзімде, белгілі бір уақытта айналымда, оборотта тез-тез жүреді. Сирек емес, яғни жиі жүреді. Оларға не жатады? Ақша қаражаты жатады екен, тауар жатады, материал, дайын өнім, дебиторлық қарыз жатады екен. Яғни мысалға бір аптада айналымда көп жүреді ақша қаражаты. Мысалға ақша келеді, кетеді, мысалға тауар сатасы, ақша келеді, немесе тауар сатып аласыз, ақшаны бересіз. Яғни оборотты үнемі жүреді. Тауар да солай, сатасыз, сатып аласыз. Материал, дайын өнім де солай, материал сатып аласыз, дайын өнім жасап шығарасыз. Дебиторлық қарыз да солай. Сізден тауар сатып алады, немесе негіз құрал сатып алады, немесе материалды емес актив сатып алады, сөйтеді да сізге қарыз болып қалады. Яғни сізге қарыз болса, ол дебиторлық қарыз. Яғни айналым активтері дегеніміз белгілі бір уақыт ішінде, бір апта болуы мүмкін, бір ай болуы мүмкін, сол уақыт ішінде айналымда үнемі қатысатын, жиі қатысатын активтер, айналым активтері дегеніміз. Одан кейін екіншісі айналымнан тыс активтер, долгосрочный активы деп айтады, немесе внеоборотные активы деп айтады. Айналымнан тыс активтер дегеніміз не? Кәсіпорынның шаруашылық айналымына сирек қатысатын активтер. Нелер жатады екен оған? Негізгі құрал немесе материалды емес актив. Яғни бұлар белгілі бір уақыт ішінде, жаңағыдай бір апта болсын, бір ай болсын, оборотта сирек жүреді, жиі жүрмейді. Яғни негіз құрал сіз мысалы бір компьютер сатып аласыз, оны сразу сатып жібермесе, мысалға ол жарамай қалғанша, жұмыс жасауға жарамсыз болып қалғанша тұрады біздің кәсіпорында. 5 жыл тұруы мүмкін, 10 жыл тұруы мүмкін. Материалды емес активте солай программное обеспечение орнатасыз, немесе лицензияны 5 жылға алуыңыз мүмкін, 10 жылға алуыңыз мүмкін.
яғни айналымнан тыс активтер белгілі бір уақыт ішінде оборотта, айналымда сирек кездесетін активтер екен. Келесі пассивтер. Пассив дегеніміз не? Пассивтерге тоқталайық. Пассив дегеніміз мына активтердің пайда болу көздері. Яғни пассив дегеніміз активтердің пайда болу көздері. Кәсіпорынның тауарлы материалды құндылықтарының, яғни активтердің пайда болу көздері дейді. Яғни мына активтердің қайдан пайда болды деген сұрағына пассивтер жауап береді. Түсінікті ғой. Активтердің пайда болу көздері ол пассив екен. Пассивтердің ең алғашқысы капитал, яғни жарғылық капитал. Жарғылық капитал дегеніміз не? Құрылтайшылар алғашқыда кәсіпорынды жаңадан ашқан кезде кәсіпорында еш нәрсе болмайды, ноль болады. Ақша да болмайды, здание де болмайды, автотранспорт та болмайды. Сол кезде құрылтайшылар жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорынға активтерді бере бастайды. Мысалға, бірінші құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосады, қалай қосады? Кәсіпорынға мынанша сумма ақша беруі мүмкін. Екінші бір құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы здание беруі мүмкін кәсіпорынға, немесе тауар беруі мүмкін, автокөлік беруі мүмкін деген сияқты. Жарғылық капиталға мысал келтірейік. Жарғылық капиталға бір мысал келтірейік. Мысалы, бірінші мысал дейік. Құрылтайшы дейік. Жарғылық капиталға үлесін қосты. Жарғылық капиталға үлесін қосты дейік. Үлесін қосты. Кәсіпорынның банк шотына 5 миллион теңге аударды дейік. Аударды. Осындай мысал берілсін. Құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қосты. Яғни құрылтайшы дегеніміз учредитель, кәсіпорынды құрған адам. Уставной капитал, яғни жарғылық капиталға үлесін қосты. Қалай қосты? Кәсіпорынның банк шотына 5 миллион теңге аударды дейді. Бізде кәсіпорында не пайда болды? Бізде қазір кәсіпорында 5 миллион теңге пайда болды. 5 миллион теңге дегеніміз не? 5 миллион теңге деген ол ақша қаражаты. 5 миллион теңге дегеніміз ақша қаражаты. Ақша қаражаты неге жатады? Активке жатады, Активке жатады. Яғни қазір бізде кәсіпорынның банк шотында 5 миллион теңге пайда болды. Яғни ақша қаражаты пайда болды. Ақша қаражаты дегеніміз актив. Яғни актив пайда болды қазір бізде кәсіпорында. Ол қалай пайда болды? Құрылтайшының жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы пайда болды. Яғни жарғылық капитал арқылы пайда болды. Жарғылық капитал дегеніміз не? Пассив екен. Яғни құрылтайшының жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы кәсіпорынның банк шотында 5 миллион теңге ақша қаражаты пайда болды. Түсінікті ғой? Яғни ақша қаражаты пайда болды, актив пайда болды. Қалай пайда болды? Жарғылық капиталға үлесін қосу арқылы, яғни жарғылық капитал арқылы пайда болды. Яғни бұл жердегі 5 миллион теңге ақша қаражаты жарғылық капитал арқылы пайда болды. Жарғылық капитал дегеніміз пассив, ақша қаражат дегеніміз актив. Яғни мына жерде ақша қаражаты актив пайда болды, пассив арқылы пайда болды. Түсінікті ғой? Ақша қаражаты 5 миллион теңге пайда болды. Қалай? Жарғылық капитал арқылы пайда болды. Ақша қаражат дегеніміз актив, жарғылық капитал дегеніміз пассив. Яғни актив арқылы пассив пайда болып жатыр бұл жерде. Яғни жарғылық капитал мына ақша қаражатының пайда болу көзі болып тұр. Яғни жарғылық капитал дегеніміз пассив, ақша қаражат дегеніміз актив. Яғни актив пассив арқылы пайда болып жатыр. Бұл жердегі жарғылық капитал ақша қаражатының пайда болу көзі. Түсінікті ғой? Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қоспаған кезде кәсіпорын банк шотына 5 миллион теңге ақша қаражаты пайда болмас еді.
Ана 5 миллион теңгенің ақша қаражатының пайда болу көзі жарғылық капитал болып тұр, иә. Тағы бір екінші мысал келтірейік. Екінші мысал, тағы да құрылтайшы, яғни учредитель өзінің жарғылық капиталға үлесі ретінде 5 миллион теңгеге, яғни 5 миллион теңгеге бағаланатын здание берді дейік. Ғимарат здание берді дейік. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға өз үлесін қосты. Қалай қосты? Кәсіпорынға здание берді, ғимарат берді. Ол ғимарат 5 миллион теңгеге бағаланатын ғимарат екен. Яғни ғимараттың бағасы 5 миллион теңге екен. Бұл жерде біз кәсіпорында қазір не пайда болды бізде? Бізде қазір кәсіпорында здание пайда болды. Здание дегеніміз не? Негізгі құрал. Негізгі құрал пайда болды. Негізгі құрал дегеніміз ол актив. Солай ғой? Актив. Актив пайда болды, яғни ғимарат пайда болды, негізгі құрал. Қалай пайда болды? Құрылтайшының жарғылық капиталға үлесін қосуы арқылы пайда болды. Яғни құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қоспаған кезде кәсіпорында ғимарат пайда болмас еді. Яғни жарғылық капитал дегеніміз пассив. Жарғылық капитал арқылы бұл жерде здание пайда болып жатыр. Яғни здание дегеніміз негіз құрал. Негіз құрал дегеніміз ол актив. Ал жарғылық капитал дегеніміз пассив. Яғни жарғылық капитал арқылы, яғни пассив арқылы негіз құрал пайда болып жатыр, актив пайда болып жатыр. Егер де құрылтайшы жарғылық капиталға үлесін қоспаған кезде кәсіпорында актив болмас еді, яғни ғимарат болмас еді. Түсінікті ғой жарғылық капитал дегеніміз. Аны өшіре берейін. Пассивтердің екіншісі ол кредиторлық қарыз. Кредиторлық қарыз. Яғни кредиторская задолженность. Кредиторлық қарыз дегеніміз не? Кредиторлық қарыз дегеніміз біздің кәсіпорнымыздың басқаларға қарызы. Яғни біздің кәсіпорнымыздың басқа организациялар қарызы, немесе біздің кәсіпорнымыздың өзіміздің организациямыздың жұмысшыларына қарызды болуы мүмкін. Жаңа дебиторлық қарыз дегеніміз басқалардың біздің кәсіпорынға қарызы болатын болса, кредиторлық қарыз дегеніміз біздің кәсіпорынның басқаларға қарызы. Түсінікті ғой? Біз қарыз болып жатырмыз бұл жерде, кредиторлық қарыз дегеніміз. Кредиторлық қарызға бір мысал келтірейік. Жеткізіп беруші деген поставщик. Жеткізіп берушіден тауар сатып алынды. Тауар сатып алынды дейік. Тауар сатып алынды. 100 мың теңгеге дейік. 100 мың теңгеге тауар сатып алынды. Қазір бізде кәсіпорында не пайда болды? Кәсіпорында тауар пайда болды. Яғни тауар сатып алдық, тауар пайда болды. Тауар дегеніміз не? Тауар дегеніміз актив. Актив пайда болды, яғни тауар пайда болды. Қалай пайда болды? Жеткізіп берушіден тауар сатып алу арқылы, яғни біз жеткізіп берушіден, яғни поставщик жеткізіп беруші дегеніміз, жеткізіп беруші кәсіпорыннан тауар сатып алдық. Жеткізіп беруші кәсіпорыннан тауар сатып алу арқылы, яғни жеткізіп берушіге қарыз болу арқылы біз тауар сатып алдық. Яғни біз тауар сатып алдық та жеткізіп берушіге қарыз болып қалдық. Біз қарызбыз жеткізіп берушіге, яғни біздің қарызымыз. Біз қарыз болғандықтан ол кредиторлық қарызға жатады. Кредиторлық қарыз ішінара өзі бөлінеді. Жеткізіп берушіге қарыз, немесе аренда бойынша қарыз, жалақы бойынша қарыз деген сияқты.
сол кредиторлық қарыздың ішіндегі жеткізіп берушіге қарыз деген сол кредиторлық қарыздың бір бөлігі. Яғни жеткізіп берушіге біз қарыз болмаған кезде біздің кәсіпорында тауар пайда болмас еді. Біз жеткізіп берушіге қарыз болу арқылы тауар пайда болып жатыр. Яғни жеткізіп берушіге қарыз дегеніміз ол кредиторлық қарызға жатады. Яғни пассив. Яғни жеткізіп берушіге қарыз болу арқылы тауар пайда болып жатыр. Яғни жеткізіп берушіге қарыз дегеніміз пассив, тауар дегеніміз актив. Пассив арқылы актив пайда болып жатыр. Жеткізіп берушіге қарыз болмаған кезде біздің кәсіпорында тауар пайда болмас еді. Келесі екінші мысал. Жеткізіп берушіден жеткізіп беруші байланыс қызметін көрсетті дейік. Байланыс қызметін көрсетті. Яғни услуга связи көрсетті 15.000 теңгеге дейік. 15.000 теңгеге. Бізде кәсіпорында не пайда болды? Бізде кәсіпорында 15.000 теңгеге шығын пайда болды. Яғни 15.000 теңге дегеніміз расход. Шығын дегеніміз не? Шығын дегеніміз актив. Яғни бізде шығын пайда болып жатыр, актив пайда болып жатыр. Бір ай бойы біз услуги связи қолдандық, яғни байланыс қызметін жеткізіп беруші организация бізге көрсетті. Яғни бір айдан кейін бізге шот әкеп тұр, 15.000 теңгеге сумма төлеу керек деп. Яғни бізде шығын пайда болды 15.000 теңгеге. Жаңа мен айтқандай, бізге көрсетілген қызметтің барлығы, яғни услуганың барлығы ол шығынға жатады, расходқа. Яғни шығын қалай пайда болды? Жеткізіп берушіге қарыз арқылы пайда болды. Яғни жеткізіп беруші организация бізге бір ай бойы байланыс қызметін көрсетті. Сөйтіп біз оған қарыз болып қалдық. Яғни біз жеткізіп берушіге қарыз болу арқылы бізде шығын пайда болып жатыр. Яғни біз жеткізіп берушіге қарыз болмаған кезде бізде шығын пайда болмас еді. Яғни жеткізіп берушіге қарыз дегеніміз ол пассивке жатады. Яғни жеткізіп берушіге қарыз арқылы шығын пайда болып жатыр. Пассив арқылы актив пайда болып жатыр. Түсінікті ғой? Яғни пассивтер активтердің пайда болу көздері. Одан кейін пассивтердің үшіншісі табыс. Яғни біз тауар сатамыз, табыс табамыз. Немесе материал сатамыз, табыс табамыз. Негіз құрал сатамыз, табыс табамыз. Материалды емес актив сатамыз, табыс табамыз. Яғни мына жердегі активтер бұл жерде де пассивтер арқылы пайда болады. Немесе табыс табамыз, тауар сатып аламыз деген сияқты. Яғни бұл жерде осы мына жарыл капитал, кредиторлық қарыз және табыс дегеніміз пассивтерге жатады, осы үшеуі. Ал қалған ақша қаражаты, тауар, материал, дайын өнім, негіз құрал, материал емес актив, дебиторлық қарыз, шығын, осының барлығы активтерге жатады екен. Түсінікті ғой, актив дегеніміз не? Кәсіпорын жұмыс жасап табыс табуына қажет нәрселер, яғни кәсіпорын тауарлы, материалды құндылықтары. Ал пассив дегеніміз активтердің пайда болу көздері. Яғни активтердің қайдан пайда болды деген сұрағына пассивтер жауап береді. Түсінікті ғой. Яғни активтер пассивтер арқылы пайда болады. Пассив болмаған кезде активтер ешқашан пайда болмайды. Түсінікті ғой. Бухгалтерияда мына екі негізгі сұраққа жауап беру керек. Организацияда, кәсіпорында активтердің саны қанша деген сұраққа жауап беру керек. Бірінші, яғни активтердің саны қанша? Ақша қаражаты қанша бізде кәсіпорында? Ақша қаражатының өзі ішінара бөлінеді. Банк шотында ақша қаражаты, кассада ақша қаражаты, жолда ақша қаражаты деген сияқты. Банк шотында ақша қаражаты неше, кассада ақша қаражаты неше, неше тауар бар, неше материал бар, неше дайын өнім бар, готовый продукция, неше негіз құрал бар, неше материал емес актив бар, дебиторлық қарыздарымыз қанша, шығындарымыз қанша. Осы бірінші сұраққа жауап беру керек. Яғни активтердің саны қанша. Екіншісі, олар қайдан пайда болды деген сұраққа жауап беру керек бухгалтер. Осы екі негізгі сұраққа жауап беру керек. Түсінікті ғой? Активтердің саны қанша және олар
қайдан пайда болды деген сұраққа жауап беру керек бухгалтер. Және де мына жерде бізде берілген түсінікті ғой, активтер мен пассивтер. Түсінікті болса, ары қарай жалғастырайық. Бухгалтерлік есептің негізгі элементтері берілген. Астыңғы жақта бізде оның ең бірінші құжаттау екен. Документирование, яғни құжаттау дегеніміз не? Жүзеге асқан барлық шаруашылық операциялар міндетті түрде құжаттау дейді. Яғни сіз кәсіпорында қандай да бір операция болса, оның барлығын міндетті түрде құжаттап отыруыңыз керек, документировать етіп отыруыңыз керек. Мысалға, кассаға 5000 теңге келсе де құжаттауыңыз керек, 5000 теңге кірген арқылы, приходный кассовый ордер арқылы, кассадан шығыс шықса да, яғни қандай да бір операция болма, сіз міндетті түрде құжаттауыңыз керек. Себебі ертең есеп беретін кезде, отчет беретін кезде сіз ауызбен айта алмайсыз, мен мынанша теңге кассадан ақша бердім деп. Сізге ешкім сенбейді. Сондықтан сіздің сөзіңізді растау үшін сіз құжатыңыз болу керек, сіздің сөзіңізді растайтын. Сондықтан бір тиын болсын кассадан шықса да сіз құжаттап отыруыңыз керек. Түсінікті ғой? Тауар келсе де, тауар сатсаңыз да, яғни қандай да бір операция болды ма кәсіпорында міндетті түрде құжаттауыңыз керек. Бұл бухгалтерлік есептің негізгі элементтерінің ең алғашқысы екен. Одан кейін инвентаризация дейді. Яғни бухгалтерлік есептің құжаттарындағы мәліметтер мен кәсіпорын қорларының сәйкестігін тексеру дейді. Инвентаризацияны қазақша түгендеу деп атайды. Мысалға былай, сіз кассаға инвентаризация жүргізуіңіз мүмкін. Түгендеу, яғни сіз кассаға инвентаризация жүргізу үшін жаңағыдай бухгалтериядан құжатты алып келесіз. Осы уақытқа дейін кассада қанша ақша қалды, соны жазылған құжатты алып келуіңіз керек. Сол құжат арқылы кассадағы ақшаны санайсыз. Сол құжаттағы ақша мен кассадағы ақша бір-біріне сәйкес па, сәйкес емес па? Олай инвентаризация жүргізесіз. Немесе складқа да жүргізуіңіз мүмкін. Жаңағыдай бухгалтериядан құжатты алып келесіз, документті. Сол документте тұрады мынанша товар, количествосы мынанша деп, саны мынанша деп. Сол құжатқа байланысты складқа түгендеу жүргізесіз. Товарларды санап шығасыз. Складтағы, қоймадағы товарлар сол құжатқа сәйкес келе ма, келмей ма? Түсінікті, инвентаризация деген түгендеу екен. Келесі калькуляция дейді, өндірілген өнімнің өзіндік бағасын есептеу дейді. Яғни, мысалға сіз бір парта жасап шығаруыңыз мүмкін. Шкаф болсын, парта болсын. Яғни сол шкафтың өзіндік құнын есептейсіз, себестоимостьын. Соны калькуляция дейді. Мысалға, бір шкафтың өзіндік құны 5000 теңге болуы мүмкін. Соны есептейсіз. Мысалға, ол шкафтың материалдарына, ТВП ма, ДСП болсын, соған неше кетті? Мысалға, соның шығынына неше кетті? Мысалға, материалдарына 2000 теңге кетуі мүмкін. Одан кейін сол шкафты жасаған жұмысшының айлығына тағы бір 2000 теңге кетуі мүмкін. 4000 теңге болды ма? Одан кейін сол шкафты жасайтын аппараттардың электроэнергиясы, яғни шығынына тағы бір қосымша 1000 теңге кетуі мүмкін. Сонда общий шкафқа 5000 теңге кетті. Яғни ол шкафқа 5000 теңге кетті. Яғни шкафтың жасалып шығаруына қанша теңге кетеді, сол шкафтың өзіндік құны болып есептеледі, себестоимості. Яғни соны есептейді калькуляцияны. Кез келген өнімнің жасап шығаруына қанша теңге шығын кетті, соның барлығы сол өнімнің себестоимості, өзіндік құны болып есептеледі. Соны калькуляция дейді, соны есептеуді. Және де жалпы бізде валовый доход и чистый прибыль деген нәрсе бар. Валовый доход дегеніміз, мысалға жаңа шкафтың жасап шығуына 5000 теңге кетсе, оның үстінен 5000 теңге қосып 10000 теңге ол шкаф сатсаңыз, сонда ойлайды, ол менің табысым 5000 теңге болып тұр деп. Яғни 5000 теңге қосып үстінен саттым, ол табысым 5000 теңге деп ойлайды. Оны валовый доход дейді. Чистая прибыль дегеніміз бар, ол үтір нүктесіне дейін есептеу. Яғни сіз шкафты жасап шығарғаннан кейін, оны бір дүкенге болсын, базарға болсын апарып сатасы. Мысалға, оның базарға апару үшін әр шкафқа 1000 теңге кететін болса, яғни жаңа шкафтың өзіндік бағасы 5000 еді, 1000 теңге қосылса 6000 теңге болды. Және де сіз кәсіпорын басшысы бола тұра, жаңағыдай шкафты өзіңіз сатпайсыз қой, базарға, дүкенге апарып, оған сатушы жалдайсыз. Сол сатушының жалақысына ай сайын 1000 теңге кетті дейік.
сонда 7000 болды ма, 6000-ға 1000 теңге қосылып 7000 болды. Одан кейін сол дүкенде немесе базарда сол шкафты сатып алып жатқан ғимараттың арендасына 1000 теңге кетті дейік. Сонда 8000 теңге болды. Сонда 10.000 теңге сатсаңыз, сіздің чистый прибыліңіз 2000 теңге болады екен. Яғни 10.000-на 8 айтсаң 2000 теңге. Валовый доход деген сол жобалап есептеу, чистая прибыль деген үтір нүктесіне дейін есептеуді чистая прибыль деп атайды. Одан кейін шоттардағы екі жақты жазу дейді. Жүзеге асқан шаруашылық операциясын бухгалтерлік есептің шоттарында бейнелеу дейді. Қазір шотты өтеміз, яғни бір жағы дебиттен, бір жағы кредиттен тұрады. Соны шоттардағы екі жақты жазу дейді. Кәсіпорында болып жатқан операциялардың барлығы соны дебетін дебет жағына, кредитін кредит жағына жазады. Соны шоттардағы екі жақты жазу дейді. Одан кейін баланс дейді. Тепе-теңдік деген мағына береді. Ол екі бөліктен тұратын кесте дейді. Бір жағында активтер мен олардың суммалары, екінші жағында пассивтер мен олардың суммалары көрсетіледі дейді. Екі жақтың суммасы тең болуы тиіс дейді. Яғни бухгалтерияның ережесі бойынша актив пен пассив бір-біріне тең болу керек. Әрқашан тең болу керек. Яғни актив пен пассив бір-біріне баланс ұстап тұру керек. Түсінікті ғой, бір-біріне тең болу керек актив пен пассив. Мысалға, жаңағыдай бір жарыл капиталға мысал келтірдік қой. Басында бірінші құрылтайшы банк шотына 5 миллион теңге аударды. 5 миллион теңге аударды банк шотына. Ол ақша қаражаты еді. Ақша қаражаты. Ақша қаражаты дегеніміз ол актив. Одан кейін тағы бір құрылтайшы, екінші мысалда негізгі құрал берді, ғимарат берді, 5 миллион теңгеге бағаланатын. Яғни ғимарат берді. Ғимараттың бағасы 5 миллион теңге тұрады. 5 миллион теңге тұрады. Негізгі құралымыз ол да активке жатады. Ол да активке жатады. Яғни на екеуін 5 миллионға 5 миллион қоссақ 10 миллион болады. Одан кейін мынау есте болсын. Құрылтайшылар жарыл капиталға үлесін қосқан кезде құрылтайшылардың жарыл капиталда үлесі арта береді. Яғни үлесін қосқан сайын олардың үлесі көбейе береді. Солай ғой. Бірінші құрылтайшы 5 миллион теңге берді, банк шотына, кәсіпорын банк шотына 5 миллион теңге берді. Оның жарыл капиталдағы үлесі 5 миллион теңгеге артты. Яғни 5 миллион теңге берді, 5 миллион теңгеге артты. Екінші бір құрылтайшы 5 миллион теңгеге бағаланатын ғимарат берді кәсіпорынға, яғни оның да жарыл капиталдағы үлесі артты 5 миллион теңгеге. Ол да жарыл капитал болып тұр. Жарыл капитал. Яғни мынау жарыл капитал пассив. Мына жарыл капитал бұл да пассив. 5 миллионға 5 миллионды қоссақ 10 миллион. Мына жерде де 5 миллионға 5 миллионды қоссақ 10 миллион. Екеуі бір-біріне тең болып тұр. Яғни актив пен пассив бір-біріне тең, екеуі баланс ұстап тұр. Осы қағида есте болсын. Актив пен пассив бір-біріне тең болу керек, екеуі баланс ұстап тұру керек екен. Түсінікті ғой. Енді шотты өтеміз. Шотты өтеміз. Шот дегеніміз не? Шот дегеніміз кәсіпорында болып жатқан шаруашылық операцияларын топтастырып, ағымдағы жағдайын ақшалай көрсетілуге арналған бір жағы дебеттен, екінші жағы кредиттен тұратын кесте дейді. Шоттар активті және пассивті болып екіге бөлінеді екен. Яғни активті шот және пассивті шот деп. Активті шот дегеніміз не? Кәсіпорынның активтерінің жекелеген бір түрінің есептік кезең ішіндегі өзгерісін бейнелейді екен. Енді активті шоттың кестесін көрейік. Сіздерде қағаздарыңызда да бар ол сіздерде. Активті шоттың кестесін көрейік. Активті шот, дебет, кредит. Активті шоттың бастапқы қалдығы дебет жағында болады екен. Бастапқы қалдық. Активті шоттың көбеюі де дебет жағында болады екен.
көбеюі, увеличение, азаюы кредит жағында болады, уменьшение. Және дебеттік айналым дебет жағында, дебеттік айналым, кредиттік айналым кредит жағында болады. Кредиттік айналым. Және соңғы қалдығы дебет жағында болады. Соңғы қалдық. Активті шоттың кестесі бастап қалдығы дебетінде, көбеюі дебетінде, азаю кредитінде, және соңғы қалдығы дебетінде болады екен. Активті шотта мына тұрған активтердің белгілі бір мерзімдегі айналымын есептейді. Бір аптадағы болсын, бір ай болсын, бір жыл болсын. Яғни ақша қаражатын есептей аламыз бұл актив шот арқылы. Тауар, материал, дайын өнімді есептей аламыз. Негіз құралы материалды емес актив, дебиторлық қаржы және шығын. Яғни активті шотта мына активтердің белгілі бір уақыттағы айналымын ғана есептей аламыз. Яғни активті шотта пассивтерді есептей алмаймыз. Пассивтер кірмейді. Түсінікті ғой. Активті шотта тек қана активтердің айналымын есептейміз. Белгілі бір уақыт ішіндегі. Түсінікті ғой, активті шот. Мына жерде бізде активті шоттың соңғы қалдығын табу формуласы берілген. Соңғы қалдықты қалай табамыз? Соңғы қалдық табу формуласы. Соңғы қалдықты табу формуласы. Бастапқы қалдыққа қосамыз дебеттік айналымды. Дебеттік айналымды. Бастапқы қалдыққа қосамыз дебеттік айналымды. Одан алып тастаймыз кредиттік айналымды. Кредиттік айналымды. Яғни оның формуласы, соңғы қалдықтың формуласы. Бастапқы қалдыққа қосамыз дебеттік айналымды, одан алып тастаймыз кредиттік айналым. Сонда біздің соңғы қалдық анықталады екен. Енді осы активтерге қатысты бір мысал келтірейік. Ақша қаражатына мысал келтірейік. Осы активті шотқа байланысты ақша қаражаты болғанда, ақша қаражатының ішінде кассадағы ақша қаражаты деген шотты алайық. Біздің шотымыз қазір кассадағы ақша қаражаты деген шот. Кассадағы ақша қаражаты. Есептік кезең, есепті уақыт, яғни есепті кезең. Наурыз айы дейік. Наурыз айы. Яғни біз қазір наурыз айындағы кассадағы ақша қаражатының айналымын есептейтін боламыз. Мынандай мысал берілдік. Наурыз айының басында дейік. Наурыз айының басында кассада 10.000 теңге болды дейік. 10.000 теңге болды. Және наурыз айында кассаға қабылданған ақша қаражаты дейік. Ақша қаражаты. Осындай мысал берілсін бізге. Ақша қаражаты. Наурыз айының 5-іне кассаға 80.000 теңге қабылданды дейік. 80.000 теңге. Наурыз айының 12-сіне 45.000 теңге қабылданды дейік. Наурыз айының 18-іне 55.000 теңге қабылданды дейік. Және наурыз айының 27-сіне кассаға 70.000 теңге қабылданды дейік. 70.000 теңге. Одан кейін наурыз айында кассадан берілген ақша қаражаты деген. Кассадан берілген ақша қаражаттары бұл жерде. Ақша қаражаты.
наурыз айының үшіне 7000 теңге берілді дейік кассадан. Наурыз айының 7-сіне 5000 теңге берілді дейік кассадан. Және наурыз айының 15-сіне 63000 теңге берілді дейік. Наурыз айының 29-на 55000 теңге берілді дейік. 55000 теңге берілді. Енді осы наурыз айындағы кассада ақша қаражатының наурыз айындағы айналымын есептейміз. Активті шотқа салу арқылы. Біздегі активті шотымыз қазір кассадағы ақша қаражаты. Кассадағы ақша қаражаты дегеніміз 10-10 деген шотпен беріледі. Сіздерде осы видеоуроктың астында планшетов бар, Word'та. Соны өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Ол жердегі біз қазір басында сіздерге түсінікті болу үшін сөздермен жазамыз шоттарды. Кейінірек біз кодтармен өтеміз шоттарды. Сондықтан әзірше сіздерге оңай болу үшін сөздермен жазайық, кейін кодпен жұмыс жасайтын боламыз. Сол жерде кассада ақша қаражаты дегеніміз планшетовта 10-10 деген шотпен жүргізіледі. Яғни денежные средства в кассе деген 10-10 деген шотпен жүргізіледі. Дебет кредит деп енді айналымын есептейік. Бізде мысалда берілген, наурыз айының басында кассада 10.000 теңге болды дейді. Яғни наурыз айында кассада 10.000 теңге болған болса, ол 10.000 теңге бастапқы қалдыққа келеді. Яғни наурыз айындағы бастапқы қалдық ол. Бастапқы қалдық деген жерге мен 10.000 теңгені жазам. 10.000. Одан кейін наурыз айының басында, наурыз айында кассаға қабылданған ақша қаражаты дейді. Яғни бізге кассаға ақша қабылданған сайын кассада ақша қаражаты